Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Есімім Алмат, мен дәрігер-терапевтпін. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз қант жайлы болады. Қанттың адам ағзасына пайдасы қандай, артық мөлшерде қолданған кезде не болады, және де толығымен бас тартқан жағдайда адам ағзасында қандай кереметтей өзгерістер болады, сол туралы айтып өтетін боламын. Сіз осы видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін, себебі бұл видеода сіздің өз ағзаңыз үшін кереметтей өзгерістер алып келетін ақпараттармен бөлісетін боламын. Ал біз бастаймыз. Егер сіз как минимум 2 аптаға қанттан толығымен бас тартсаңыз, сіздің ағзаңызда қандай өзгерістер болады, соны айтып өтейік. Ең бірінші, сіздің толық ісінген бетіңізден арықтаған, сопайған әдемі бетке айналады. Бұны сіз айнаға қарау арқылы өзіңіз көріп байқасаңыз болады. Келесі, яғни беліңіз жіңішкереді, қарныңыз тартылып, және де ішкі бауырдағы майлардың ыдырағанын байқайсыз. Оны қалай десеңіз, себебі адам ағзасы үшін энергия көзі ол май мен көмірсу болып келеді. Егер екеуі де қатар ағзаға түсіп отыратын болса, адам энергия көзі ретінде көмірсуды алады дағы, ал майды ол қор ретінде жинап отырады. Сол себепті біздің қор ретінде жиналған май ол ішімізге, белімізге және де жан басқа бетке, ішкі бауырға, яғни қор ретінде май жиналып отырады. Ал егер сіз көмірсудан полностью бас тартсаңыз, онда адам ағзасы осы майды ыдыратуға, яғни энергия көзі ретінде майды ыдыратуға мәжбүрлі болады. Соның салдарынан сіздің ішіңіз тартылады, беліңіз жіңішкеріп, бауырыңыздағы майдың азайғанын байқайсыз. Қандағы қант деңгейінің жоғары болуына осы 4 орган сезімтал болып келеді. Олар көз, бас миы, артерия және де бүйрек. Ең бірінші осы көзге келетін болсақ, егер сіз как минимум қанттан 2 апта бойы бас тартатын болсаңыз, сіздің көзіңіздің көруі жақсаратын болады. Себебі жоғарғы деңгейдегі көп мөлшерде ұстап тұрған глюкоза бұл көздің сетчаткасын зақымдайтын болады. Соның салдарынан сізде диабетикалық ретинопатия дамитын болады. Бұл көбінесе осы сахарный диабетпен ауыратын науқастарда кездеседі. Себебі бұл кісілерде глюкоза деңгейі жоғары, инсулин гормонының жеткіліксіз салдарынан. Екінші, бүйрек. Осы қандағы жоғары қант деңгейі бұл бүйректің фильтрация қызметіне және де сол жерде каналдары зақымдайтын болады. Соның салдарынан сізде мочада белок және де глюкоза анықталатын болады. Ол қалыпты жағдайда негізі мочада болмау қажет. Үшінші, бас миы. Яғни егер сіз как минимум 2 аптаға қанттан отказ беретін болсаңыз, сіздің өзгерістер байқайтын болады. Ең бірінші, координация қызмет жақсарады, когнитивті функцияңыз жақсарады, памятіңіз жақсаратын болады, настроениеңіз жоғары болатын болады, өзіңізді бақытты сезінетін боласыз. Және де бұл жерде артық глюкозаның салдарынан бізде диабетическая полинейропатия деген дамиды. Яғни осы шеткері аймақтағы нерв түтікшелерінің зақымдануы анықталады осы глюкозаның салдарынан. Бұл кезде диабетический полинейропатия деп атаймыз бұны. Бұл осы сахарный диабетпен ауыратын науқастарда кездеседі жиі. Бұл кезде сіздегі осы сезімталдықтың әртүрлі өзгерістермен байқалады. Яғни теріңізде бірдеңе жыбырлағандай, құмырсқа жүргендей сияқты сезімталдықтың бір өзгерістері байқалатын болады. Төртінші, ол артерияларда өзгерістер. Осы артық глюкоза салдарынан артерия қабырғалары зақымдалатын болады. Соның салдарынан сізде диабетический ангиопатия деген дамитын болады. Яғни осы жоғарыда айтып өткендей ангиопатия, ретинопатия, полинейропатия, нефропатия бұның барлығы көбінесе осы сахарный диабетпен ауыратын науқастарда болады. Себебі ол кісілерде постоянно жоғарғы деңгейде осы қандағы қант мөлшері болады. Соның салдарынан осындай өзгерістер алып келеді. Ал келесі видеоларда осы сахарный диабет туралы айтып өтетін боламын. Обязательно көріңіздер. Сонымен қоса осы қанттан отказ беру арқылы сіз ағзадағы холестериннен, қан қысымы деңгейін азайтуға болады және де қандағы триглицеридтердің деңгейін де түсіруге болады. Ал келесі, сіз қанттан отказ беретін болсаңыз, әжетханаға түнгі уақыттарда шығуды тоқтатасыз немесе азаятын болады. Себебі адам ағзасында қанттың деңгейі жоғары болғандықтан адам оны зиян деп санайды ағза. Сол себепті оны бүйрекпен тезірек шығарып салуға әрекет жасайды. Ал глюкозамен бірге су әрқашанда ілесіп жүреді. Соның салдарынан біз түнгі уақыттарда 5-6 рет немесе 10-ға дейін әжетханаға шығатын болады. Бұнымен көбінесе үлкен жастағы кісілер
ауырады. Менің практикамда болған, тоже үлкен жастағы кіші күніне 7-8 ретке дейін әжетханаға шығамын деп шағымдармен келген болатын. Қарай келе науқасқа қанттан отказ беру туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізгеннен кейін, науқаста 2 апта өткеннен кейін әжетханаға шығуы, яғни азайған, 2-3 есеге, немесе кейбір уақыттарда, кейбір күндері, яғни түнгі уақыттарда шықпайтын туралы айтқан болатын. Келесі, егер сіз қанттан отказ беретін болсаңыз, сізде энергия көзі жоғарылайтын болады, энергичный болып жүретін боласыз. Не себепті? Себебі жоғарыда айтып өткендей, біз энергия көзін екі неден аламыз. Біріншісі майдан, екіншісі көмірсудан алатын боламыз. Бізде мұны салыстырмалы түрде автомобильный машинаның, яғни үлкен аккумулятор мен кіші аккумулятор деп салыстырмалы түрде айтсақ та болады. Осы май бізде как үлкен аккумулятор ретінде жүреді. Сол себепті оның энергия көзі өте жоғары. Егер біз энергия көзін осы майдан алатын болсақ, қанттан отказ беріп полностью біз постоянно энергичный болып жүретін боламыз. Ал көмірсудың энергия көзі ол ұзаққа жетпейтін болады. Ол да энергияны жақсы береді, бірақ ол ұзаққа жетпейді. Ал келесі, қанттан полностью отказ беру арқылы біз тәбетімізді төмендетеміз, тамаққа деген, және де қайта барып перекус жасауды тоқтататын боламыз. Себебі біз аш жүрген уақытта немесе отказ берген жағдайда осы қанттан ағзамыз именно осы майларды ыдыратып, соны энергия көзіне жұмсайтын болады. Сол себепті сізде постоянно энергичный жүретін боласыз қанттан отказ беру арқылы. Бірақ бұны енді алғашқы 3 күн қиын болуы әбден мүмкін. Потом 3-4 күн өткеннен кейін уже оған ақырын үйреніп алатын боласыз. Себебі практикада көп адамдар бар, именно қантты қабылдамайтын вообще. Жалпы қантты күніне 50 граммнан артық қабылдауымыз болмайды. Осы 50 граммға дейін допускается. Себебі миымызға да тоже глюкоза қажет. Сол себепті ол 50 грамм адам ағзасына жеткілікті. Жалпы ол қантқа қандай нелер кіреді десеңіз, ол жерде газированный напитоктар, барлығында қант бар. Қосымша макароны, мучные продукты, және де әртүрлі вафлилар, бұның барлығында яғни қант болатын болады. Осылардың барлығынан желательно отказ бергеніміз жақсы. Келесі, осы қанттан отказ беру арқылы арықтаймыз. Жоғарыда айтып өткендей, бетіміз арықтайтын болады, беліміз кішірейтеді, қарнымыз тартылып, және де ішкі ағза, яғни бауырдағы майлы ыдырайтын болады. Жаңа оның не себепті деген жоғарыда түсіндіріп айттым сіздерге. Келесі, теріміздің жағдайы жақсаратын болады, яғни тері жұмсақ болады. Онымен қоса терідегі, яғни бөртпелер, кейбір, яғни іш аймақтарында қызыл бөртпелер, беттегі безеулер, және көздің асты, беттегі ісінулер, осының барлығы қайтатын болады уақыт-уақытысы келе. Бұның барлығын сіз 2 апта мен 1 айдың арасындағы аймақтарда көруімізге болады. Қанттан полностью отказ беру арқылы сіз ағзаңыздағы инсулинға деген сезімталдықты жоғарылататын боласыз. Жалпы инсулин дегеніміз не? Ол именно ұйқы безінен бөлінетін, қандағы қанттың деңгейін реттеп отыратын гормон болып табылады. Адам ағзасына көмірсу кеп түсі делік, ол қанға өтті, инсулин гормоны деңгейі жоғарылап, осы глюкозаны алып жетектеп, былай айтқан кезде қолынан жетектеп, әрбір клетканы ашып, ішіне кіргізіп, қандағы глюкозаның деңгейін осылайша реттеп отыратын гормон болып табылады. Қанттан отказ бергеніңіз өте абзал болып келеді. Егер сіз отказ бермей дальше больше жүре беретін болсаңыз, артық салмақ жинайсыз. Соның салдарынан сізге инсулинға деген сезімталдық төмендейді. Бұл көбінесе осы артық салмағы бар адамдарда кездеседі. Инсулинға деген сезімталдықтың төмен болуы. Қанттан отказ беру арқылы біріншіден арықтайсыз, екіншіден фигураңыз әдемі болады, үшіншіден теріңіз әдемі болады, және жоғарыда айтып өткен әртүрлі воспалительный процестерден айырылатын боласыз. Және бауырыңыздың май басудан ажырайтын боласыз, және де бауырдың жұмысына жеңіл болып келеді. Бауырды білесіз, адам ағзасы үшін үлкен функция атқарады. Ал құрметті тыңдармандар, бүгінгі видеомыз мәресіне келіп жетті. Осы видео егер сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз.